Сәлем достар, сіздермен бірге Q-Life арнасы. Мен бүгін сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең ерекше 5 орман жайлы видеоны ұсынбақпын. Ал сіздер болса, осы видеоны лайкпен қолдай отырыңыздар. Ендеше кеттік. Грекиядағы лимон ағаштары орманы. Лимон ағаштары орманы немесе Лимонодосос Кефалония аралының құрамына кіретін Порс аралындағы туристердің ең сүйікті жерлерінің бірі. Тек лимон ағаштарынан тұратын қалың орман осы аймақтың ең керемет жағажайларының маңында орналасқан. Лимон орманына жақындаған сайын лимон ағаштарының иісін сезуге болады. Сонымен қатар орман ішінде көптеген шағын су қоймалары кездеседі. Баобабтар аллеясы. Баобабтар аллеясы батыс Мадагаскардың Менабе аймағындағы Мурунва мен Белони Цирибихина қалаларының арасында орналасқан қара жолдың бойын жағалай өскен танымал баобаб ағаштары. Оның ғажайып пейзажы көптеген саяхатшыларды тамсандырып келеді. Сондықтан болар баобабтар аллеясы осы аймақтағы туристердің ең көп келетін орнына айналған. Аллеяны бойлай 10 шақты Адансония грандидия ағаштары өседі. Олардың биіктігі 30 метрге жетеді. Кейбіріне 800 жыл болған баобаб ағаштары кезінде Мадагаскар жерінде өніп өскен қалың тропиктік ормандардың мұрасы болып саналады. Дедвлей орманы. Дедвлей Намибия еліндегі атақты Сосуфлей тұзды үстіртіне жақын жерде орналасқан ғажап орын. Бұл жер әлемдегі ең биік дөңдермен қоршалған. Бұл дөңдердің үлкен әке секілді лақап аттары да бар. Аталған жер Сосуфлей секілді сазды үстірт болып есептелінеді. Қатты жаңбыр салдарынан Цаучап өзені тасып, нәтижесінде сазды үстірт пайда болған. 900 жыл бұрын климат өзгерген кезде нөсер жаңбырдың жауы тоқтап, айнала құрғап кеткен құмды дөңдер үстіртке шоғырланып, өзен суының осы аймаққа келуіне толықтай тосқауыл болды. Әрқайсысына 1000 жылдан аса уақыт болған ағаштар өлі орманды құрайды. Қайыңды көліндегі суға батқан орман. Алматы қаласынан 280 шақырым жерде орналасқан Қайыңды көлі санаға сыймас сұлулыққа ие. Ұзындығы 400 метрге жететін және теңізден 2000 метр биіктікке орналасқан көлдің тереңдігі кей жерде 30 метрге жетеді. Алайда осы көлге шынайы сұлулық беріп тұрған, су бетінен 15 метрге дейін көтеріліп тұрған кеме діңгегіне ұқсас Тянь-Шань шыршаларының діңдері. Суық түсісімен көл беті қатады, бірақ бұл да саяхатшыларға еш кедергі емес. Мұз астында жүзуді сүйетіндер су астындағы әлемнің де кереметін көріп қалуға асығып жатады. Геологиялық тұрғыдан қарағанда Қайыңды көлі тым жас саналады. Ол бар болғаны бірақ ғасыр бұрын 1911 жылы орын алған жер сілкінісінің әсерінен пайда болған. Қисық орман. Қисық орман бұл ақылға қонбайтын формада өсетін шоқ қарағай. Ол Польша елінің Новец Зарнова ауылының маңында орналасқан. Шағын орманның шамамен 400 қарағайы 1930 жылы отырғызылған. Ол кезде бұл аймақ Померания деп аталатын неміс провинциясына кірді. Жергілікті халық ағаштардың осылай өсуін олардың өсуі кезінде ерекше әдістің немесе құрал-саймандардың қолдануымен байланыстырады. Дегенмен мұның әдісі мен мотиві әлі күнге дейін жұмбақ болып қалуда. Достар, егер сіздерге осы видео ұнаған болса, онда бұл видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Және біздің арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, видеомызды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Q-Life арнасы. Кездескенше қош сау болыңыздар. What you say? That you only meant well, 'cause you did. What you say? That it's all for the best, 'cause it is. What you say?